Балалар, бүгін сыныбымызда кім жоқ? Қана Айзере себепті, иә? Ал енді балалар бері қараймыз. Енді бүгінгі үй тапсырмасын естеріңе түсірейікші. Үйге мен қандай тапсырма берген едім? Нанды қадірле. Барлықтарыңыз кітапқа қараймыз. Үйде жақсылап дайын келдіңдер ғой, балалар, иә? Бүгін жақсы дайындалып келдік қой, балалар, иә? Енді ал балалар бері қараймыз. Карта бойынша сұраймын, әр картадан екеуден сұраймын. Бүгінгі көңіл күйлерің қалай екен, бәрін көрдім, сабаққа дайындықтар боларын көрдім. Ал енді Балыбек Әлихан келе қойшы балам. Үйге қандай тапсырма бергенімізді кітаптан оқи ғой. Тақырып не еді? Айтпау. Наубайхана деген бар. Бұл үй қала шетіндегі күндіз-түні тынбайтын. Білесің бе, мұндайды сүт ылғи ып-ыстық, тәтті тоғыз нан тұ-аңтан ертеңіне таңертеңнен жөнелер, дүкендерге әртүрлі. Дұрыс. Әлихан, бұл әңгімеде, бұл өлеңде не туралы айтылыпты? Не туралы айтылыпты? Нан туралы айтылыпты, иә? Нан туралы айтылыпты. Нан бізге зор еңбекпен келеді екен, иә? Балам, иә? Нанды мысалға біз дастарханда ас барлық нәрсе болып тұр. Бірақ оның ішінде нан болмаса, біз нанды іздейміз бе, балалар? Ең керегі бізге нан екен, иә, балалар? Өте жақсы. Жарайсың, нан қарныңды тойдырады, өте керемет, жарай. Жарайсың, жаным отыра ғой, керемет. Ал, тағы Наружан келе қойшы кәні. Балалар бәріміз толардың ұстап отырайықшы. Кәне, түзіп отырамыз, керемет, сұлу отырамыз. Оқы, баста. Қатты оқы. Иә. Күндіз-түні тоқаштар бірі Мұндайды. Жарайсың. Дұрыс. Нан болса не болады екен? Ән болады екен, е? Тағы нан туралы тақпақ білесің бе сен? Е, болмаса өзің күнделіктен үйде не жейміз бізде? Нан жейміз. Ұннан көптеген тамақтар жасайды екенбіз, де балалар, е? Тамаша отыра ғой. Ал, сауғаттан келе ғой. Қаны, ұста бәріміз. Оқы. Тұнаш. Жиһандар көктемде жерден көп себеді. Дұрыс. Одан егін өнім шығады. Дұрыс. Жазда Жаз бойы. күзде баптайды. Күзде астықты комбайнмен орып алады. Содан соң машинамен қабылдау орындарына жеткізеді. Молодец. Сен осыда Бидайдан ұн шығарады. жарайсың. Енді өзің кішкене ғана маған мәтінге сұхбат беріп кетші. Не туралы айтылған екен? Нан туралы. Иә, нанды нан бірден келмейді ғой. Нанды не қылады екенбіз бірінші? Бидаймен. Дұрыс, бидай қаяқтан келеді екен? Не қыламыз бидайды? Егеміз. Жарайсың, толықтырып біте қойшы. Серік Әлихан, иә, тұра орнынан. Не қылады екенбіз? Егем. Иә, жерді жыртып, оны көктемде не қылады екенбіз? егем. Егеміз. Иә, одан кейін су құямыз.
Жарайсың, балам, молодец. Иә. Айзере келе ғой. Апай таты өтеді. Иә. Қатты Бабай оқы. қана дейтін бар. Бұл үй қарға жетімде. Күндіз түні тынбайды. Біздің не бұндайды? Пісіп, иығы ып-ыстық, тәтті тоқаш нәзірі. Жарайсың. Енді наубайхана дегенімізді түсіндіріп жібере қойшы, Айзереш. Наубайхана дегеніміз ол Мен нан сатады. нан пісіреді, иә, ол жерде. Оны сыймарып, адамдар келіп әкеледі. Оны дүкендерге жібереді. Жарайсың, керемет. Айзереге неше қоямыз? Салауатханға, Әлихан Балабек, Құдайқұларужан, Айзере. Жарайсыңдар. Ал енді келе қойшы кім? Дадарайға кім? Ол болсын. Қане қолымыздар. Қане, ұстаймыз. Иә. Өсіп. Бойы. Күтіп бағады. Жарайсың, отыра ғой. Ал енді маған мына партадан келе қойсыншы, қане? Кімге неше қоямыз? Бұл болсынға. Жарайсыңдар, бүгін өте көңіл күйлерінде, сабаққа дайындықтарында керемет болып келіпті балалар. Ал сәбен аш келе қойшы. Қайсына қандай келіп келдің? Оқы. Қане сендер тап отырыңдар. Болды. Мен өйткені сендердің барлықтарыңды әрдайым оқытып жатырмын. Неге десеңдер білімдеріңді, бүгінгі көңіл күйлеріңді, сабаққа дайындықтарыңды, барлықтарыңды бір сыпырып көрсетіп шығып жатырмын. Керемет, молодец, жарайсың. Ал келе ғой. Бола ғой де. Ұста қолдарыңызбен. Диқандар көктем келген. Көктем келгенде жерге тұқым себеді. Одан Сен тоқтай ғой. Ерте көктемде диқандар жерді айдатып, суғарып, егістікке дайындайды дегенге дейін оқыдың, иә? Жарайсың. Ал енді Әлихан келші маған, мына қартадан біреуді алайық. Әлихан келе ғой. Еңбектен табылады. Диқандар көктемде жерге тұқым себеді. Одан егін шығарады. Оны жаз бойы күтіп таптайды. Дұрыс. Сен осыған кішкентай ғана түсінігіңді айтып кете қойшы. Өйткені біз бірінші сыныппыз. 3-ші тоқсан болып жатыр балалар. Біз енді сәл де болса түсінігімізді үшінші дүниеден кейін біз екінші классқа өтеміз, иә? Мынау немен келеді екен? Дүкеннен бидайды егеді. Ол қамыр. Жарайсың. Бұл өз ойымен айтып жатыр, жеткізіп жатыр өз ойымен, иә? Жарайсың, Әлихан, бара ғой. Жақсы, тамаша, жарайсың. Ал
келе ғой, қанша ай тез болады қанша ай. Мақұл сен де оқыдың Жасұлан. Қатты оқы, естімейді. Жақсы. Ал балалар, бері қараймыз. Отыра ғой жаным, отыра ғой. Енді үйге тапсырманы жақсылап өткізіңдер балалар. Енді күніге осылай болып келсеңдер, өте жақсы оқушы шығады екен, иә? Мынау мысалға сендер осы бірінші класстан жаңағы менің фундамент бірінші бастауыштан құралады демекші, сендер жақсы оқып келсеңдер, араларыңызда әкімде отыр, араларыңызда мектеп директоры де отыр, дәрігер де отыр, мамандық таңдау бойынша, иә? Құда қаласа сендер осындай жақсы жетістікке жетіп, апайларыңызды қуантып, күніге сабаққа дайындалып келсеңдер, апай да қуанады екен, өздерің де жақсы болады екенсіңдер балалар, иә? Ал енді орнымыздан бәріміз тұрып, көңілімізді сәл тербетіп алайықшы. Көңілді кестеме, өзім кесем кеспені, шынықсын деп келеді, күнде жуған кетеді. Жарайсыңдар балалар, жарайсыңдар. Ал енді үйге берілген тапсырманы жақсы оқып келіпсіңдер. Бұл нан балалар еңбекпен, күшті еңбек керек. Еңбектің күшіменен дастарханымызға нан келеді екен балалар. Өйткені мына диқаншылар қызу еңбек үстінде қазір жүріп жатыр. Неге десеңдер, дәл қазір қандай мезгіл екен балалар? Көктем мезгілінің нешінші айы? Бірінші айы екен, иә? Көктемде егістікке дайындалып, көктем сәуір айында еге бастайды екен. Оны қалай егеді? Соның сендерге мен өзінің құрамын айтып берейін. Бірінші кезде жерді айдайды транспортпен, тракторды білеміз, неше түрлі трактордан трактормен айдаймыз. Одан кейін барып, оны жерді жырдамыз, оның бетін қайда бараналаймыз, оның бетіне қайда дән тастаймыз. Жақсылап, жаңа бүгінгі өтетін жаңа сабағымыз наубайхана деп көрнекілік арқылы түсіндірдім. Ал балалар, осы нан туралы мақал мәтел, я болмаса жаңағы тақпақ білетіндерің бар ма араларында? Алай зере келе қойшы, тақпақ айта қойшы, қаны нан туралы айтшы қаттай күнге. Нан тоқымын шашқанда, жерден асараспанда, кеп-кер алында тұрғаларға басында. Жарайды, керемет. Ал енді мақал мәтелді кім айтады? Ал келе ғой, көйліңді. Нан болмаса әнде болмайды. Дұрыс айтады. Нан болмаса әнде болмайды. Қарнымыз қоймаса қандай ән болады? Ал енді балалар, бері қараймыз. Мынау қандай әріп? Бұлар дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз. Менің суретім көріп тұрсыңдар? Дыбыс нешеге бөлінеді екен? Қандай бол? Иә, дауысты және дауыссыз бол. Ал дыбысты қайтеміз? Әріпті қайтеміз? Жарайсыңдар. Ал енді біздер бүгін өтетін жаңа сабағымыз наубайхана. Жаңа мен оқушылардың барлығы айтты. Дайындап, ұнды дайындап, неге алып барады деді? Наубайханаға. Наубайхана бізге не істеп береді екен? Дайын нан істеді екен да. Дайын нанды біз ол наубайхананың бар дүкеншелерге не алады екен? Ал енді мен мына наубайхананы сендерге оқып берейін.
талаш етінде. Күндіз күні тынбайды, білесің бе, бұндайды. Пісіп ылғи ыстық, тәтті тоқасынан түрлі. Таңертеңнен шөлеге, дүкендерге әртүрлі. Зор еңбекпен келетін, таппай диқан бір тыным, өмірге нәр беретін, қадірге нанды бір тілім. Аян Самари деген жазушы атамыз жазған екен балалар. Енді осында жақсылап жаңа мен түсіндіріп бердім, комикл арқылы түсіндіріп бердім. Енді сендер үйге осыны жақсылап оқып келесіңдер, мәнерлеп. Не оқып келеміз балалар?